Сәлем достар, бүгін 112-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписация батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы басқа да сабақтар шығып отырады. 39-шы жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы, суға жүзу. Көлдің бетін иректеп, қалқып жүрген үйрек көп. Інім тұрды қыңқылдап, жүзуді аға үйреттеп. Көлдің үстін сызғылап, жүзген қаздар ызғынақ. Құр қызықтап көрумен, қайтамыз ба біз бірақ. Дәрменсіздік танытпай, үйренуден жалықпай. Інішегім екеуміз, жүзсек дейміз балықтай. Өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Балалар көлдің бетінде жүзген қандай құстарды көрді? Інісі қандай өтініш айтты? Інісі екеуінің нені үйренгісі келді? Үйректер қайда жүзіп жүр? Суда жүзудің пайдасы қандай? Суда жүзудің өте пайдасы көп. Дене шынығады, икемділік, жылдамдық, есте сақтау қабілетін жақсартады. Жүзуді әдетке айналдырған адамның тамыр жүйесі су температурасының алмасуына ыңғайланып, микробтар мен бактерияларға төзімді болады. Бұл өз кезегінде қан айналымының жақсаруына әсер етеді. Әсіресе адам ағзасының суыққа деген төзімділігі артады. Суда жүзуді үйрену үшін не істеу керек деп ойлайсың? Әр істің өз маманы бар. Суда жүзуді үйрену үшін арнайы жаттықтырушы мамандар қызметін алсаңыз болады. Олар аз уақыттың ішінде тез үйрену әдістерін ұсынып, үйрете алады. Қызықты ақпарат: суда жүзудің пайдасы жайында Миннесота университетінің ғалымдары зерттеу жүргізген. Олардың айтуынша, жаз кезінде суда жүзіп үйренген адамның миы кеш қартаяды екен. Сондай-ақ олар бойды сергітіп, жағымсыз әсерлерден арылудың бірден-бір жолы осы екенін баса айтқан. Жүзе білу тек шынығу емес, қандай да бір аурудан сауығу үшін де таптырмас құрал. Өлеңдегі қарамен берілген сөздердің мағынасын сөздіктен біліп ал. Дәрменсіздік, қолымнан ештеңе келмейді деп ойлау шарасыздық. Ызғын өте көп. Жалықпай, қызығушылығын жоғалтпау, қажымау. 40-шы жаттығу: есептік сан есімді реттік сан есімдерге айналдырып жаз. Бір қатар, бірінші қатар, үш орын, үшінші орын, 9 мектеп, 9-шы мектеп, 6 сынып, 6-шы сынып. Сан есімдерге сұрақ қой. Олардың мағыналық өзгешелігін айтып түсіндір. Бір неше қатар? Бір қатар. Бірінші нешінші қатар? Бірінші қатар. Үш неше қатар? Үш қатар. Үшінші нешінші қатар? Үшінші қатар. 9 неше мектеп? 9 мектеп. 9-шы нешінші мектеп? 9-шы мектеп. 6 неше сынып? 6 сынып. 6-шы нешінші сынып? 6-шы сынып. 41-ші жаттығу: өлең жолдарын ретін тауып жаз. Ақ сүт берген анадай, сусындатар даланы, асыр салып баладай, зыр жүгіріп ағады. Шығармашылық үзіліс. 42-ші жаттығу: жағдаятты оқып, сұрақтарға жауап бер. Арман бақ ішінде келе жатыр еді. Терек бұтақтарын сындырып жатқан балаларды көрді де тұрып қалды. Арман не істеді деп ойлайсың? Арман балалардың бұтақтарды сындырмауын қатаң түрде ескертті. Табиғатқа келтіріп жатқан залалын түсіндірді. Арманның орнында сен болсаң, не істер едің? Арманның орнында кез келген адам табиғатты қорғау, таза ұстаудың маңызын айтар еді. Бұтақтарды сындыру дұрыс емес. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналымыз пайдалы болған болса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Жаңа видеолар сізге бірінші болып көрінеді.